Құрметті әріптестер, аталмыш видеода біз сізбен ақылы қымыжы жазушы әріптесіміздің бір қымыжы үлгісін талдайтын боламыз. Бұл әріптесіміз маған өзі жеке өтініш қалдырған болатын. Мына менің қымыжымды қарап беріңізші, талдап беріңізші деген. Сондықтан да осы жасалған талдау барлық әріптестерге пайдалы болады деген сенімдемін. Ең алдымен мақсатынан бастайық. 10-шы сынып тақырып grammar, reported speech. Learning objectives: speaking and use of English. Speaking'ның мақсатын қарайтын болсақ, use appropriate subject-specific vocabulary мақсаты алынған, және де use of English'та use a variety of reported statements and question forms. Okay, то есть subject-specific vocabulary and reported statements. Бұл жерде кішкене екі мақсаттың үйлеспеуін анықтап байқап көруге болады, себебі бірінші мақсат speaking жаңағы сөздіктің қолданылуын айтып тұрғысы, екінші мақсат грамматиканы айтып тұр. Былай қарасаңыз, сөздік пен грамматика бір сабаққа үйлесу ықтималдығы кем. Осыдан туындайтын енді сабақ мақсаттарына көшетін болсақ, understand the concept of reported speech. Understand it's unmeasurable. You cannot measure the verb understand, so that is why it cannot be used in lesson objectives. То есть understand деген бізде Блум таксономиясының бірінші стадиясындағы осы етістік, ол learning objective'та бола алады, бірақ lesson objective'та бола алмайды. Және де мына мақсаттың өзі understand the concept of reported speech and its role in grammar деген аса қатты мақсатқа ұқсап тұрған жоқ. Reported speech'ті түсінеді, және де оның грамматикадағы рөлін түсінеді деген мақсат. Келесіде identify and analyze reported structures. Identify and analyze reported structures. Мына жерде де, мына мақсат қайдан келген? Мына екі мақсаттың қайсынан туындаған? Анық емес болып тұр. Және де үшінші мақсат, ол келеді. Мына қойылған learning objective'тің мына 10-ның 6-шы тармағына келісіп тұр. То есть use a variety of reported statements, practice transforming direct speech into indirect speech accurately. Мына жерде мына мақсатпен жақсы үйлесімін тауып тұр. Қалған екі мақсат үйлесім тауып тұрған жоқ. Осыдан ақ байқауға болады, сабақтың ең басынан біз қарайтын нәрсеміз ол мақсаты. Осы екеуінің байланысы, correlation of learning objectives and lesson objective, correlation between these two concepts. If it is accurate, the lesson plan is accurate. Арғарай уже тексерсеңіз, екеуінің бастапқыда екеуінің байланысы дұрыс болған жағдайда, арғарайда мына сабақ жоспарының дұрыс болғанына біз сеніміміз арта түседі. Егер де мына жерде байланыс таппайтын болсақ, арғарайда сабақтың кезеңдері мақсаттан туындайды ғой. Ал мына мақсат пен мына мақсаттың байланысы болмаған жағдайда, ары қарай да кезеңдерінде олқылықтар байқалуы мүмкін. Қазір соны тағы да қарайық. Okay. Organization moment. Greeting, саусақ белгілерінің көмегімен бірін-бірі қарсы алу, жағымды атмосфераны, ахуалды қалыптастыру. Сабақ басталды. Die strategy. Мүмкін мына жерде бұны қолданбай ақ та қойса болады. Мына екеуін біреуін қолданса болады. Сабақтың ең басында. Себебі уақыт бізде 5 минут қана берілген осыған. Мына екеуі 5 минуттан асып кетуі мүмкін.
ары қарай кеттік. Lead in. Lead in кезеңі. Осы жерде бір нәрсе айтып кету керек, әріптестер. Мына жерде осы қымыжының авторы мына грамматикалық тақырыпты Блум таксономиясына салғысы келген. Яғни мына кезеңдерден тұратын, ең Блум таксономиясының бірінші кезеңі remembering, understanding, applying, analyzing and evaluating деген кезеңдерге салғысы келген. Бұл жақсы попытка. Яғни қарапайымнан күрделіге қарай сабақтың өрбуі. Енді leadingнан бастадық, leading. Teacher provides a video about the reported speech. What is a direct speech? What is an indirect speech? What do we change in reported speech? Мына сұрақтар жалпы leadingға аса қатты келіспейді. Себебі leadingді біз тақырыпқа өзіндік алып келу деп айтамыз. Тікелей алып келу емес, жанама түрде алып келу, тақырыпты ашу. Яғни, мына жерде бала өзі айтуы керек деген сияқты. Direct speech, indirect speech. Немесе, дәл осы direct speech and indirect speech-қа байланысты мүмкін жаңағындай teacher provides 12 sentences деп тұр ғой мына жерде, міне, мынау. Осыны мүмкін leading кезеңіне қоятын болсақ, онда бәлкім ол келіседі. Мына жерде балалар өздері анықтайды, қай сөйлем reported speech, қайсы direct speech, себебі сынып кішкентай емес, бұл тақырып оларда 7-8 сыныптарда қамтылған, сондықтан да мына жерде олар аталмыш сөйлемдерді екіге бөле алады. Бұл жаңағындай leadingге ұқсас. Leadingға осы келеді. Осыны егерде осының орнына қоятын болсақ leading кезеңіне. Ал жалпы leading тікелей тақырыпты айтып бермейді, оны оқушыларға өзіне ашуына әкеледі, соған көмектеседі. Сондықтан да мына жерде leading кезеңіне мүмкін мына тапсырманы қойсақ дұрысырақ болар. Ары қарай кеттік. Is it a direct speech or reported speech? Provides 12 sentences, division into 2 groups. Жақсы попытка мына жерде, себебі тақырыпқа сай оқушылар топқа бөлініп тұр, екі топқа бөлінеді. Әр топта 6 қатысушыдан болады. Әркім өзінің сөйлеміне байланысты өз тобына отырады. Так, келесі кезекте қараңыздар, мына жерде біз байқаймыз. Осы арқылы бала reported speech пен direct speech'in структурасын көреді деген бізде үміт бар, 12 сөйлемді бергенде бізде үміт пайда болады. Яғни оқушылар осы сөйлемдерге қарап, сөйлемдерді көріп, жаңағы direct speech, reported speech деген тақырыпты есіне түсіреді деген. Енді, содан кейін біз енді оны бізде clarification кезеңі керек мына жерде. Қай жерін біледі, қай жерін білмейді. Оқушы қай жерін біліп тұр, қайсы олардың есінде қалды, қайсы есінде қалған жоқ. Мына жерде мүмкін clarification кезеңін қолдану қажет. Clarification of language. Clarification of target language. Target language бізде reported speech and direct indirect speech болып тұр. Келесіге қараса, act out the dialogue. Act out the dialogue. Әлі clarification жасалған жоқ, practice жасалған жоқ. Бірден applyingға көшіп тұрмыз. Applyingға көшу әлі мына жерде қиынырақ болар. Себебі оқушы не біледі, не білмейді, қай жерін толықтыру керек, әлі мына жерде ондай кезең жүзеге асырылған жоқ. Диалогты оқиды, мұғалім береді. Change direct speech into reported accurately дейді. Сонда қараңыздар, мына жерде бірден оқушы жаңағы 12 сөйлемді көріп, топқа бөлініп, бірден аударып кету керек та, direct speech-ті indirect speech-қа. Кішкене мына жерде сол үшін мына жерде айтылды, clarification кезеңі қажет, clarification of target language. Мейлі 10-шы сынып болса да, ұмытып қалған сәттер болуы мүмкін әбден.
И мына жерде ол мына кезең, мына жерде clarification болмағаннан кейін дұрыс жүзеге аспай қалу әбден ықтимал. Ары қарай analyzing. Wordwall платформасы кеткен analyzingда matching. Не істеген мұнда? Learners work in groups, they match the necessary changes on the whiteboard. Necessary changes. Әлі де мына тапсырманы орындау қиынға соғады балаларға, неліктен? Себебі clarification кезеңі болған жоқ. Clarificationда біз оның meaning form pronunciation'на көңіл бөліп, оқушыларға тағы бір revision жасап жіберуіміз керек. Әйтпесе мына ары қарайғы жұмысымыз өнбей қалуы мүмкін. Егер де біз формасымен жұмыс жасайтын болсақ, онда мысалы кестені көрсетіп қайттан, transformation of that present continuous transforms into past continuous, present perfect transforms into past perfect деген кестені көрсетіп барып істейтін болсақ, формасына мән беріп, онда мына жаттығу орындай алады оқушылар. Ал мына жерде еш нәрсеге көңіл бөлмей, еш нәрсеге қарай алмайды, сондықтан да мына тапсырманы орындауы да қиындау болып кетеді балаларға. Оның барлығы жаңа айтқандай MPF кезеңінің жүзеге аспауынан. Окей, мына жерде relax time, сергіту сәтін жасаған екен, жақсы. Мүмкін мына жерде балалар сәл шаршаңқырап, келесі кезеңнің алдында сәл сергіту сәтін жасап жүргені өте орынды. Келесі кезекте 5 fingers, соңғының алдындағы, analyzing дейді. Analyzingға екеу кеткен, екі тапсырма кеткен. Мына жерде уақытты білмейміз да біз. Қай кезеңге қанша уақыт кеткенін. Общий практисқа мысалы 35 минут деп жазылған, бірақ қай кезеңге, мысалы мына apply understandingға неше минут кетеді, applyingға неше минут кетеді. Мына analyzing, cup strategy, мына analyzingға қанша уақыт кететіні белгісіз болып тұр. Мүмкін мына екі analyzing мына жерде орынсыз болуы да әбден мүмкін. Себебі екеуі де analyzingға кетіп тұр. Осы екеуінің біреуін қалдырсақ болады. Test time, evaluating. Teacher provides a test about reported speech from the site дейді. Сонда байқағанымыз, қараңыз. Reflection, окей. Байқағанымыз, мына жерде біз мына мақсатпен ғана жұмыс жасаған екенбіз, міне. Мына мақсатпен ғана жұмыс жасадық, ал мына мақсат не үшін алынғаны белгісіз болып тұр. Оған қатысты ешқандай да мына жерде тапсырманы байқап тұрған жоқпыз. Барлығы толығымен direct speech, reported speechқа кеткен. Ал speakingнің мақсаты не үшін алып тұр мұнда? Ол жағы түсініксіздеу болып тұр. Егер де speakingға қатысты мақсат алынатын болса, сабақ барысында да осы speakingға қатысты тапсырма болуы қажет, себебі мақсатта ол тұр. What can I suggest? Мына жердегі мақсаттар комбинациясын дұрыс алу керек. Мысалы, сөздік пен грамматика сабағы бір сабақтың бойында жүзеге аспай қалуы мүмкін. Себебі екеуі де тілдік бағыттағы сабақ. Мына жерде мүмкін reading'ді қойсақ. Reading, use of English, speaking де болатын болсақ, бұл өте жақсы комбинация. Себебі reading болатын болса, тақырыпқа, осы reported speech-тің сөйлемдерін reading'нің ішіне қойып, сол арқылы тақырыпқа алып келе аламыз. Use of English, ол само собой direct speech, reported speech-қа қатысты тапсырмасын береміз. Жаңа transformation жасауымыз мүмкін MPF-тан кейін. Және де speaking, соған байланысты бір тапсырма. Мысалы, reading'нің ішінде мәтіннің желісі бойынша қандай тақырып бойынша мәтін тұр. Сол мәтінге байланысты біз speaking'ді да use of English'ті қолданатындай етіп бір тапсырма бере аламыз. Сондықтан да әріптестер, қараңыздар, ең басты нәрсе мақсаттар комбинациясы. Мақсатты дұрыс түсіну арқылы, одан барып дұрыс сабақ мақсатын жасау арқылы, одан кейін барып қана біздің ары қарайғы жұмысымыз өрби түседі екен.
Барлығы да осы басынан басталады. Осы екі түсінікке мән беріп қарамайынша, ары қарайғы жоспарды құру мүмкін емес. Себебі ең бастапқы фундамент ол мына оқу мақсаты мен сабақ мақсаты. Сондықтан да осы екі негізгі түсінікті әбден зерттеп түсініп, одан кейін барып қана мына сабақтарыңыздың кезеңдерін құрастыруға кіріседі екенсіздер. Мінекей, пайдалы болды деген ойдамын. Сауаттарыңыз ашыла түссін. Мектепте істейтін сауатты мұғалімдер қатары молая түссін дегім келеді.